Менің марқұм әкем малшы болды. Ол кездегі үлкен адамдар бүгінгі шалдар сияқты емес. Бүгінгілердің айтатындары жоқ қой. Ал айтса, ез сананы баулап ала алмайтын діни қисаны айтады. Әкем заманындағы үлкендер мына өз даламыздың аңыздарын айтатын. Біз айнала отырып алған шабақ балдар аузымызды ашып тыңдайтынбыз. Сонда бәріміз пионерміз ау, Құдайға, дінге сенбейтін. Бірақ ұлтымыздың аңыздарына келгенде, әсіресе әңгімеде аруақтар, елестер айтылса, жүрегіміз дүрс-дүрс соғып, дем қатып, тып-тыныш отыратынбыз. Бейсенбіде шешеміз жеті нан пісіргенде, оны балдардың біреуімізге ұстатып, жақын маңайдағы жеті көршіге таратқызатын. Сонда нан алған жеті үй бізбен бірге біздің үйден шыққан марқұмды еріксіз еске алады. Нанды таратудың мәні сол. Жеті нанның атауы ғана жеті, ал нағызында шешеміз нанды 9 етіп пісіретін. Біреуі өзімізге, екіншісі әкемізге. Әкеміз малда кешқұрым келеді. Сондықтан әкеміздің нанын ұлдардың біреуіне ұстатып, шешем өріске жібереді. Қалғанымыз домалақ аласа үстел айналасында отырып алып, шешеміз аруақтарға намаз оқып, нанды балдардың санына қарай бөлген соң, шешеміздің артынан әр қайсымыз тие берсін айтып жейтінбіз. Аруақтарға жеті нанды пісірмейді, иіс шығарады, ал нанды тірілер жейді. Нан иісі көкке көтеріліп, бағышталған аруағына жеткенде, ұрпақтарым мені ұмытпаған екен, деп қуанады. Соны мензеп, өлі риза болмай тірі баймас мақалы айтылған болу керек. Бұл жерде мен не демекпін? Бірде өріске жіберетін үйде ұл болмай қалып, анашым таба нанды шүберекке орап, қолыма ұстатып, өзімді жөнелткен болатын. Кім қалай барады, солай жетеді. Үйден шыққан мен Өтеген деген ақсақалдың үйіне тарттым. Оның 4 жылқысы болатын. Барсам, аулада жүр екен. Амандасып, бірден шаруамды айттым. Ата, атыңызды бересіз бе? Өріске әкеме барайын деп едім, дедім. Жөн, жөн. Саған ақбоз атты жегіп берейін, деді ақсақал. Өстіп, жегіп, отырғызып, ауладан шығарып жіберді. Ауладан мал шықса, сол үйдің аламан деген иті бірге шығады. Шу деп мен де кеттім. Ауылдың қазақ қызымыз ғой. Атқа отыру түгелі, шапқандай кейде ұлдарды шанасында қалдыратынмын. Ауылдан 5 шақырым жерде қырлар бар. Әкем сол қырлардың бірінде. Бұлақ суларын жинап, сол қырлардан тізеден келер сарқырама ағады. Ал сарқырама айналасы тоғай. Ол тоғайға адам да, мал да кірмейді. Ішінде батпақ та бар, қара су да бар. Бір бәлеге ұшырамасын, жоғалып кетпесін деп, ауыл балдарына үлкендер тоғайға кіруден сақтандырған. Орманның иесі бар, кірмендер ішіне. Сендерді адастырып, қара суына алып кетеді дейтұғын. Мен сенбеймін ғой әрине, бірақ сенбесем де сескенемін. Сескенеді екенмін, ендеше қырдың арғы жиегімен жүршейші. Жоқ, мен өзімді сынамақ боп, адреналин керек болды ма, тоғай өскен жиегімен келемін. Алдымнан ақсақалдың иті жүгіріп барады. Бастапқыда сақтанып, тоғайға қиғаш қарап қоямын. Шамалдан соң, үрейім басылып,
қарауды да қойдым. Назарым төбемдегі көкке ауды. Міне осы уақытта атым кенет жанына секіріп қап, тоғай жақтан бірдеңені сезінгендей үркіді. Мен құлай жаздап, дыр деп, ат тізгінін тартып, сипап, бадырая тоғайға қарайым, ештеңе көрінбейді. Аламан 4 аяғымен жерді тіреп, тісін қақситып, тоғайға қарата арылдап тұр. Зәрем ұшты. Аламан, кетейік. Мә деп сыбырлап шақырсам, етім мені естімегендей ырылдаған күйі қозғалмайды. Шаба жөнелсем, ит қалып қояйын деп тұр. Не істейін енді? Жүрегім кеудемнен шыққалы тұрса да, дауысымды шығарып, «Ей, кім бар анда? Адам болсан шық, мақұлық болсан жолама бізге. Біз сенен қорықпаймыз» деп, өз айтқанымнан өзім шошып, тола бойымен дірілдесем де шегінбей тұрмыз. Басымның төбінде ой туды. Қашсақ өлеміз деген. Сәлден соң ат та тынышталды, ит те ырылдауын қойып, маған бір қарады да, алдыма түсіп жүгіре кетті. Мен де шу деп 2 аяғымен атымды сәл қағып жібердім. Міне осындай бір оқиға балалық шағымда болған. Мен 13 мүшелі жаста болатынмын. Ат неден үркіді, ит неменеге ырылдады, жалғыз жорытқан бөріге деп жорамалдаймын. Одан басқа не деймін?